Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз пирамида және оның элементтері. Дұрыс пирамида, қиық пирамида. Пирамиданың, қиық пирамиданың жазбасы бүйір бетінің, толық бетінің аудандары. Яғни пирамида дегенде бізге не еске түседі? Ол әрине бірінші Египеттегі пирамида еске түседі, иә? Ал математикада пирамида ол нақты заңдылықтармен құрылған геометриялық дене. Бұл тақырып бізде емтихандарда, өмірде кездеседі және әсіресе құрылыс пен дизайнда. Енді пирамида дегеніміз не? Жалпы пирамида дегеніміз табаны көп бұрыш, ал барлық бер жақтары бір нүкте, яғни бір төбеде түйісетін үшбұрыштардан тұратын дене. Қарап тұрсақ, бізде үшбұрыштар берілген. Мінекей, мынау бізде үшбұрыш, иә? Осы үшбұрыштар бізде бір нүктеде түйісіп тұр. Мінекей, мынау S деген нүктеде түйісіп тұр. Осының бүйір қыры бар екен, бүйір жағы бар екен, мынаның бәрі бүйір жақтары. Ал апофема дегеніміз мына аралық, яғни L деп белгіленеді. S, F ол бізде апофема L. Ал H біздің биіктігіміз, иә? H деген биіктік. Біз апофема мен биіктікті шатастырмауымыз керек. Апофема дегеніміз олна бүйір жағының биіктігі, яғни бүйір беттерінің. Ал бізде биіктік дегеніміз мынау осы пирамиданың барлығының биіктігі, яғни мынау нүктеден түсірілген жерінің биіктігі. Апофема бүйір қырының, бүйір жақтарының биіктіктері. Бізде мынандай да пирамида бар, иә? Мысалы қарап тұрсақ, 4 қыры бар, 4 жағы бар. Неке, мынау 4 жағы 1, 2, мынау арт жағы және мына жері. Бұның барлығы бізде үшбұрыштар. Және де төбеден мысалға М деген нүктеден биіктік түсірілді. Неке, мына биіктігі H. О нүктесі деп алайық. Ал жаңағыда айтқанымыздай, бүйір беттерінің жағы, мінекей L. Жері К. Яғни осы МК бізде L, яғни бүйір бетінің ұзындығы. Енді пирамиданың элементтеріне тоқталып өтейік. Пирамиданың элементтерінде табаны бар дейді. Әрине, мінекей мынау бізде табан, төбесі бар дейді. Төбесі биіктігі, жаңағыдай М деп алайық. Бүйір жақтары үшбұрыштар дейді. Мына үшбұрыштардың барлығы бүйір жақтары. Егерде бүйір жақтарын ұмытып қалсақ, бірден үшбұрыштар деп ойлайық. Яғни үшбұрыштардан құралған бізде пирамида. Ал қырлары дегеніміз мына жақтарының қырлары. Ал биіктігі, мына биіктігін көріп тұрмыз H. Осы жер биіктігі. Апофема ол әрине. Ал апофема. Бізде дұрыс пирамида деген нәрсе бар. Дұрыс пирамида дегеніміз табаны дұрыс көп бұрыштан, яғни төбесі табаны центрдің үстінде орналасқан дейді. Мынау бізде осы 4 бұрыш көріп тұрық қой. Осы 4 бұрыштың қақ ортасында бізде пирамиданың осыны біз мына түрге алып келсек, осылай көрінеді. Неге қарап тұрмыз ғой, иә? Осы жері біздің биіктігі. Ал енді мына сызбаға қарасақ, мынау жаңағы Е биіктігі, мына жер Е биіктігі. Мынау түсірілген жері біздің О нүктесі, мынау бізде H. Табаны дұрыс көп бұрыш, дұрыс болып тұр. Және төбесі табаны центрдің үстінде орналасқан, қақ центрінде орналасқан. Былай кетпеген, немесе былай кетпеген. Бұл бізде дұрыс пирамида. Енді дұрыс пирамиданы мынадан көрейік, кәнеке. Дұрыс пирамиданы көріп тұрғанымыздай, биіктігі Е биіктігі, яғни Е төбесінен түсірілген, иә? Мінекей түсірілген. Осы жерді бізде дұрыс пирамида. Табанының қақ ортасында центрінде орналасып тұр. Барлық жағында бірдей, 2 болып тұр. Осы бізде дұрыс пирамида. Енді қиық пирамида деп аталады. Қиық пирамида ол бізде егер пирамиданың табаны параллель жазықтықпен қиып жатса дейді. Қиық пирамида пайда болады дейді. Мынау бізде табаны берілген, иә? Осы табаны G төбесі. Енді осы кезде мен мына жерін қиып өтейін, иә? Сол кезде бізде L, K, N, M деген нүктелер пайда болды. Осының аралығын қиып өткен кезімде менде мынандай пирамида пайда болады. Үзік-үзік сызықтар тұр ғой, мен мұны қиып алып тастадым. Сол кезде бізде осындай қиық пирамида шықты. Бұл бізде неге ұқсайды? Әрине, бұл бізде трапецияға ұқсайды, иә? Енді қиық пирамиданы нақты қарайық. Пирамида, иә? Бізде пирамиданы мен қидым. Қиған кезінде мынандай көрініс пайда болды. Ал одан біз жалпы түрде қарасақ, неке мына жері қиылған. Осы жер қиылған кезінде бізде трапеция қалады, мына бөлігі қалмайды. Бір қарап тұрсақ, біздің мына қиып алып тастағанымыздан кейін төбе жақты қарасақ, тура пирамиданың өзі пайда болады, иә? Неке мынаған қарайық. Пирамиданың өзі пайда болып тұр. Тура осында қисам, мына жерінен тағы қиық пирамида шығады екен. Енді осының біз жазбасын қарайық, иә? Жазбалар пирамиданың жазбасы табанынан және үшбұрыштардан тұрады дейді. Көріп тұрғанымызда бізге 1 үшбұрыш, 2 үшбұрыш, 3 және 4 үшбұрыш тұр. Ал мынау соның табаны. Мінекей мынау біздің табанымыз. Мынау табан,
мынау табан, ал мына жақтары үшбұрыштары. Енді біз қиық пирамиданың жазбасын қарайық. Қиық пирамидада екі табан болады дейді. Әрине екі табан, мінекей мынау бізде бір табаны, мына табаны, және мынау бір табаны. Осылайша бізде екі табан, ал мына жақта трапеция. Жаңа айтып өттім ғой, мына жерлерін қарасақ, бізде трапецияға ұқсап тұр. Мына жақта трапецияны 4 трапецияны көріп тұрмыз. Қаншалықты үшбұрыштар көбейген сайын, біздің де трапецияларымыз соғұрлым көбейе береді. Енді формулада бізде пирамиданың бірінші бүйір беті берілген екен. S бүйір беті, яғни ауданы тең 1/2. Бізде не үшін 1/2? Себебі ол үшбұрыш болған үшін, көбейтілген V табаны дейді. Көбейтілген L. Ол бізде L апофема. Енді толық бетін табу керек. S толық беті тең S бүйір беті қосылған S табаны дейді. Енді қиық пирамиданың бүйір беті дейді. S тең 1/2. Бізде P, яғни бұл периметр. Периметр 1 мен периметр 2 қосылуы қажет. Себебі бізде екі табан бар ғой, оған көбейтілді L. Енді толық беті тура осындай S бүйір беті қосылған 2 болып табылады, яғни табаны болады. Шығарайық, осы формулаларды қолданып, біз есептер шығарамыз. Бірінші есеп. Еліміздің бас қаласында орналасқан бейбітшілік және келісім сарайы қазақ жерінде бірлік пен достықтың, бейбітшілік пен ынтымақтастықтың белгісі. Пирамида табанының ұзындығы мен ені 62 сантиметр, ал биіктігі 62 метр дейді. Пирамиданың сыртқы ауданы, яғни бүйір бетінің ауданын есептеу қажет дейді. Неге бізде пирамида берілген, Осы пирамиданың табанының ұзындығы дейді, мына жақ 62 дейді. Ал биіктігі 62 метр дейді. Енді бізге не табу керек? Яғни бүйір бетінің ауданын есептеу керек. Бірінші біз берілген жазалайық. Биіктігіміз Е және О. Е, О бізде биіктік. Ол 62 метрге тең. Біздің ВА 62 метр. Біздің барлық жеріміз 62 метр. Енді табуымыз керек. Пирамиданың сыртқы ауданын, яғни бүйір бетінің ауданын есептеу керек. S бүйір беті. Бірінші біздің тауып алатын нәрсеміз, қарап тұрғанымыздай, мына жерінен былайынан сызық жүргізсем, бұл біздің пирамидамыз барлық жері тең ғой. Сол үшін мына беті де 62 болады. СВ. Демек, СВ 62 метр болған жағдайда, біз оның мына жерін табу үшін 2-ге бөлеміз. Сол кезде 62-ні 2-ге бөлген кезінде 31 метр шығады екен. Демек, О, мына жерді біз М деп алайын, Ол үшін О, М тең 31 метр болсын. Енді қарап тұрсақ, мына жеріміз біздің 31 болғандықтан биіктігіміз 62 болып тұр, Біздің мынандай сызба аламыз. Мына жері Е, мына жері О, мына жері М. 62, аласыжамыз 31. Мына жерім жағы, бұл біздің қандай неге келеді формулаға? Мына жеріміз 90 градус. Әрине ол Пифагор формуласы. Пифагор формуласы қалай еді бізде? S квадрат тең А квадрат қосылған В квадрат. Енді осы формулаға саламыз. Е, М-ді табуымыз керек, мына жерін. Ол әрине мына жақ. Еден мына жерге түсіреміз. Бұл жаңа айттық қой, біз апофема L дедік, Мына жер L. Соны табу үшін бізде формулаға сай жазып шығайық, Е М квадрат тең Е О квадрат қосылған О М квадрат. Осыған байланысты орындарына қоямыз. Е М квадрат тең О Е бізде 62-ның квадраты қосылған 31-дің квадраты. Тең 62-ның квадраты 38.044 қосылған, ал біздің 31-дің квадраты 961 болады екен. Біздің көріп тұрғанымызда Е, М квадрат болып тұр, Демек, мынаны біз түбір астына алады екенбіз. Осылайша тең түбір астында 4805 болады екен, Түбірді жабамыз. Формуланы білеміз, S бүйір бетінің формуласы 1/2 көбейтілген периметрінің табаны көбейтілген L. L-ді таптық. Енді осының S бүйір бетінің 1/2
Бізге периметр табу керек. Периметрдің табаны 62, яғни 4-ті көбейтеміз 62-ге. Не үшін 4-ті? Себебі бізде 4 жағы бар, сол кезде бізде шығады екен 248 метр шығады. Енді осыны орнына қоямыз. Көбейтілген 248 көбейтілген түбір асты 4805. Түбір жабамыз. Тең болады екен 8595 4 метр квадрат. Демек, жауабы S бүйір беті тең болады екен 8595 4 метр квадрат болады. Бірінші есепке қарайық. Табан қабырғалары 10 см және 2 см, биіктігі 3 см-ге тең. Дұрыс қиық пирамиданың бүйір беті мен толық бетінің ауданын табыңдар дейді. Берілген жазайық. Берілгені табан қабырғалары деген жеріміз мына А және Б аралықты айтады. А, Б 10 см. Және 2 см дегеніміз мына біздің А1-ды айтып тұр. А1 2 см. Бұған Б1-ді де жатқыза аламыз. 2 см. Және биіктігі 3 см дейді. Биіктігі деген жеріміз мына жерде айтып тұр. H. H тең 3 см-ге тең. Енді бізге табу керек. Қиық пирамиданы бүйір беті мен толық бетінің ауданы. S бүйір беті, S толық бетін табу керек дейді. Дұрыс пирамидада өз айтыптар қақ ортасында тұрғанын ұмытпаймыз. Енді шешуі жалпы S бар, бізде осы S1 мен S2-ні қосамыз. S бүйір бетін. S бүйір бетінің формуласын жаңа айттық қой біз. S бүйір беті 1/2 көбейтілген P1 қосылған P2. Бұл бізде периметр екенін ұмытпаймыз, және L. Ол L дегеніміз мына жер. Формулаға қарасақ, бізде периметр берілген, периметр 1-ді табу үшін 4-ке көбейтеміз 10-ба. Осы кезде бізде 40 см шығар. Дәл осылай P2-ні табамыз. Бізде мына аралықпен мына табанның аралығын тауып жатырық, 4 көбейтілген 2 тең 8 см. Енді орнына қоямыз. Тең 1/2 P1-дің орнында 40 қосылған 8 көбейтілген 5. Мына 40 пен қосамыз 8-де, ол бізде 48-ді береді. 48-ді 2-ге бөліп жібереміз. Осы кезде 24 жат, ал 24-ді 5-ге көбейткен кезде 120 см квадрат болады екен. S толық бетінің ауданы табайық. 100 қосылған 4 қосылған 120. Жауабымыз 224 см квадрат шығады екен. Жауабы S бүйір беті 120 см квадрат. S толық беті 224 см квадрат. Енді дәл осылай үшінші есепке қарайық. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамиданың табандарының қабырғалары 12 метр және 4 метрге, ал апофемасы 5 метрге дейді. Тең. Қиық пирамиданың толық бетінің ауданын табыңдар дейді. Дұрыс төртбұрыш екенін ұмытпаңдар. Дұрыс төртбұрыш ол бізде қалай айттық? Қақ ортасында болады дедік, Енді қабырғалары дейді. 12 см, 4 см және апофема деген біздің ол L-ға тең, Және бүйір бетін толық ауданын табыңдар дейді. Мен сендерге осының формуласын жазып берейін. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамида. Демек, S толық бетінің ауданы S1 қосылған S2 қосылған S бүйір бетінің табаны. S бүйір бетінің табаны 1/2 көбейтілген периметр 1 қосылған периметр 2 көбейтілген L. Жаңа мен шығарған осы формулаларды қолданып, сендер толық бетінің ауданын табасыңдар. Бірінші есепте сызбасын салып алсақ, есеп оңай болады. Сол үшін бірінші сызбасын салып, формулаларға қойыңдар.
Бірінші формулаға емес, сызбаға қарасақ оңай шығарамыз. Алдыңғы видеоларда көрсеткенімдей, сызбаны сызып, олардың қабырғалары қай жерде жататынын, дұрыс төртбұрыш қалай сызылатынын, қиық пирамида қалай болады және оның апофемасы қай жерде тұратынын дұрыс белгілесеңдер, мына формуланы қолдану өте оңай болады. Және де бұл тақырыптар көбінесе жиі ұбт-да кездеседі. Ал бүгінгі біздің сабақта пирамидамен толық таныстық, иә? Ең басты формуланы жаттау емес, оны түсіну. Сондай есептерде сендер сенімді қолдана аласыңдар. Назарларыңа рахмет. Қош, сау болыңдар. Келесі кездескенше.